Ассалаумалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Куколдизм деген не? Естулеріңіз бар ма? Егер естулеріңіз болмаса, мен сіздерге түсіндірейін. Куколдизм деген нәрсенің негізі оның бағыттары болғанда түрлері өте көп, және оның анықтамалары өте көп. Жалпы дәл нысанасына, дәл өзегіне тиетін бір қысқаша анықтама айтайын. Жалпы куколд деген адам, ол өзінің әйелін, өзінің жұбын басқа еркек істеген кезде оған риза болатын адам. Яғни бұлай айтатын болса, ол намыссыз, ешқандай бір ерік жігері жоқ адам. Енді порно адамды қалай кукол қылады? Яғни куколд деген сол нәрсеге риза болатын адам, куколдизм деген сол жаңағы болып жатқан процесс, түсінікті. Как устроено порно? Порно қалай, оның құрылымы қандай? Басында, енді бәр демек қой, көп жанрларда, көп видеоларда мынандай жанр болады. Интервью жанры, сұхбат. Кадрда тек қана бір бөлме, артық ештеңе жоқ. Диван және біздің актриса, және закадровый голос. Басқа ешкім жоқ. Яғни бірінші оның есімін сұрайды, одан кейін оның жасын сұрайды, қай жерден екенін сұрайды, және қызығушылықтардың арасында приколдар тағат деген сияқты күлдіреді, және сіздің миыңыз осы нәрсені мен қазір осы әйелмен бір қызық нәрсе жасаймын деген сияқты бір ой болады. Адам дайындалады сол нәрсеге. Сосын күтпеген жерден не болады? Кадрға басқа бір еркек кіріп келеді. Басқа бір еркек кіріп келеді кадрға. Және бұл нәрсе адамда 3 стадия болады. Біріншісі наразылық. Яғни неге мен дайындалып отырған нәрсеге басқа адам кіріп келді деген нәрсе болады. Оған наразы болады адам. Екіншісі, ол көре-көре сол нәрсе оған норма болады. Яғни ол нәрсе әдеттеске айналады. Үшіншісі, яғни екі адамның қосылуы. Үшіншісі, адам, бұл ең қорқынышты стадия, ең қорқынышты этап, ол адам осы нәрседен ләззат алады. Және бұл видео жалпы бұл тақырып біз екі бөлімге бөлеміз, Алла қаласа екі бөлімге. Былай қалайды. Өшім, кессеңіз ол жақты? Кессеңіз айтқа қалайды? Былай. Осылай, кессеңіз. Жалпы бұл куколдизм тақырыбы, куколдизм жалпы феномені осы тақырып екіге бөлінеді. Алла қаласа, бірінші видеода біз куколдизм деген нәрсе не, және оның феномен туралы айтамыз. Екінші видеода, екінші бөлімде Алла қаласа, ол адам өмірінде қандай оның зияндары бар. Жалпы куколдизм не үшін соншалықты дамып кеткен, неге оның осы қоғамда өзінің орны бар? Себебі мынау нәрсе. Негізі есі дұрыс адам, есі дұрыс еркек, ол өзінің әйелін қызғану керек, дұрыс қой. Бірақ неге адам өзінің әйелін қызғанбайды? Себебі ол өзінің әйелін басқа еркектердің қауымдастығына қосылу үшін бір көпір ретінде пайдаланады. Түсіндірейін. Еркектің, жаңағы еркек адамның біздің айтып отырған, оның өзінің бір кругы жоқ, яғни өзінің ортасы жоқ, өзін еркек деп мойындайтын ортасы жоқ, және сол ортаға оласу үшін, сол ортаға қол жеткізу үшін ол өзінің әйелін пайдаланады. Және осы арқылы ол басқа да еркектермен ортақтасады. Бұл бірінші бөлімнің соңы. Екінші бөлімде кездескенше.